Сіздің көзқарасыңыз осыған? Өте жақсы. Жалпы мынау байлық деген нәрсе, ол көп адамдар ойлайды, бұл менің байлығым деп. Шынымен ол сенің байлығың емес қой. Абай айтады ғой, адам ғапыл дейді. Ғапыл дегеніміз бір нәрсені түсінбей өткізіп алу үшін айтады. Ғафил арабша. Сонда адам ғапыл дүниені дер менікі дейді. Дүние байлық, қатын, бала дүниенің ішіне кіреді бәрі. Адам ғапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүрген бәрі оныкі дейді. Кімдікі? Алланыкі ғой бәрі. Адам ғапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүрген бәрі оныкі. Малда қалып, тәнде қалып, жан кеткенде ойлаш өзің, болады не сенікі дейді. Сонда біздікі бір-ақ нәрсе екен, бұл иман. Басқа ешнәрсе әкеле алмайсыз бұл дүниеден. Шал ақын айтады ғой, керемет шал. Шал би дейді ғой. Не, Тілеуке Құлекеұлы ғой шын аты. Дүние деген шолақ депті. Жан денеге қонақ депті. Ахирет деген бір киім әкетерің солақ депті. Дүние деген осы, ешкімнің емес досы. Болар еді досы, аумаса егер қосы. Дүниеге қызығамыз несін біліп, аз күнгі қызығына есерленіп, жалаңаш келіп, жалаңаш қайтамыз ғой, төрт қары бөз мойынға тесі біліп дейді. Сондан байды Құдай байлықпен сынайды, кедейді кедейлікпен сынайды. Ол байдың қолындағы мал, ол сенің малың емес, ол Құдайдың малы. Дұрыс айтып отырсыз. Сонда байлық немен ақтайды дегенде қазақ айтады. Байлық өзін дейді, хайырмен ақтайды дейді. Хайыр деген не? Жақсылық жасау. Сонда Ақтанберді айтады ғой. Хайырлы болса баяжан, еркелетіп отыр, баяжан деп отыр. Хайырлы болса баяжан, айдын шалғар көлмен тең. Қайырсыз болса жаманбай, ел қонбайтын шөлмен тең дейді. Сонда мынау жер бетіндегі катастрофалар, өзен суларының тарылуы, жаңбырдың жауымауы, бұның бәрі адамның пейілінің бұзылуынан. Қазір экософия деген жаңа ғылым шығып жатыр ғой, сонда ашық айтып отыр. Бұрын қазақ неге айтқан? Қарлығашты өлтірме, жыланның өзінің басына сүт құйып шығар, суға сарыма, қарағайды кеспе, жерді қазба. Неге? Білген. Адамның азғындауы немесе адамның рухани кемелденуі қоршаған ортамен тікелей байланысты. Сонда ақыр заман деген, ғалымдар айтып жатыр, ол ақыр заман деген не дейді? Мысалы, бір елде зина, бұзықтық көбейіп кетсе, жер сілкінісі болады. Катастрофа болады, тайфун болады. Байқайсыздар ма? Баяғы Индонезияда. Иә. Сонан Шәкәрім айтады ғой. Жер білсе адамзаттың бұл қылығын дейді да, жаңа жамандығын, үстінен бәрін төгіп тастар еді дейді. Сол кезде айтқан. Қазір жер өзі шыдамайды екен ғой мынау жаман энергияға. Анау теңіздегі киттер өзін өзі өлтіріп лақтырып жүреді екен жағаға. Сонда зерттеген ғой, судың құрамы дұрыс, химиялық құрам бәрі дұрыс. Сонда неге дегенде су адамдардың бүкіл жаман ойларын сіңіреді екен де, сол жаман ақпараттық деңгейде ана киттерді өлтіреді екен ғой. Олардың өмір сүру мүмкіндігі болмай қалады екен. Сонда олар өздерін суицид жасайды. Киттер жағаға лақтырады. Сол сияқты сіздер ойламаңыздар. Мынау жаңбыр жаумаса, ниетіміздің бұзылған. Сонда қазақта бұрын жаңбыр жаумаса, не берген? Тасаттық берген. Құдайға жалынып, құрбандық шалып, тасаттық берген. Сол кезде жаңбыр жауған. Ниетіңнен табасың дейді. Ниетіне байланысты адам. Сондан бай адам, дұрыс айтып отыр. Бай адам ол бірінші деген сөз екен ғой. Бай деген бірінші. Қазақта бай деген не? Бірінші деген мағына береді екен. Мысалы, бай бірінші. Мысалы, ауылдың бай деген сөз ауылдағы бірінші адам. Хәм материалдық жағынан, хәм рухани жағынан. Ол бірінші болу керек. Ол шынында дұрыс айтып отыр. Қазақтың байы бір ауылда асыраған ғой. Анау туған туысқандары бұл бай ананың малы емес, менің малым деп қараған ғой, ағамның малы. Өзінің малындай көрген. Қазақта жаңағы таптық күрес болмауы сол ғой. Оны орыстар қолдан жасады ғой, таптық күресті. Қазақта пролетариат деген ұғым жоқ. Ол бәрі өз малым деп есептеген. Ана кім деген? Шәукімбай деген болған ғой Абайдың ауылында. Қызық адам, диуан адам болған екен, қысы жазы далада жатады дейді. Жаңағы ошақты алып тастап, күлдің үстіне жатып, жаңағы
тоқымды жабылып ұйықтайды екен. Сол Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай әмеңгерлікпен Еркежанды алады, Жидебайға көшеді. Соны Абайдың кісісі көп, күнде мал сойылады. Шәукімбай айтады дейді, мынау атаңа нәлет деп боқтайды дейді Абайды. Басы қазандай бүкіл малын сойып бітіретін болды. Ең құрмаса балтаны да қайрап бермейді деп айтады дейді. Сонда анау Шәукімбай ана малды кімнің малым деп есептеп отыр? Менің малды. Міне қазақи көзқарас. Біздің қазіргі қоғамда сондай болса, жаңағыдай құрғақшылық, қуаңшылық болмайды. Тасаттық беріп, зекет беріп, мынау зекет деген не? Зекет дегеніміз мына малды тазарту. Өзі төрт нәрсемен бекітіледі дейді. Иманды намаз бекітеді, ғылымды кітаппен бекітеміз, денсаулық садақамен бекітіледі, мал дейді, зекетпен бекітіледі дейді. Зекет деген адамның ниетін тазаруы. Зекетті шынында дұрыс айтып отыр. Пайданы басыңа қыл, басынан аса досыңа қыл. Яғни адам бірінші өзінің туған туысқандарына беру керек. Садақаны. Жаңағы көп көріну үшін, көрсету үшін, мақтан үшін емес, дұрыс айтып отыр. Өзінің қасындағы жетпей жатқан адамдар. Бірақ енді кімге көмектесу керек дегенде Абай айтады ғой. Кімге көмектесу керектен де Абай айтады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Яғни болайын деп тұрған адамға көмектесу керек екен. Татымсызға қылған болыстық оны бұзады дейді. Яғни жалқау адамға көмектессең, ол бұзылады одан сайын. Кімге көмектесу керек? Өзі болайын деп тұрған адамға көмектесу керек. Міне, талантты, дарынды, бірақ ақшасы жоқ. Сонда қазақ айтады, жақсыға жақсылық қылсан, есінен кетпейді, жаманға жақсылық қылсан, есігінен кетпейді дейді. Бұл масылдыққа да тәрбиелейді. Масылдыққа тәрбиелейді. Сондан кімге көмектесу керек? Оны да білу керек. Адам руханиятты дамыту үшін ол ондыққа дәл тигізетін шебер болу керек, мерген болу керек. Керемет.